Армысың алаш жұрты. Ұлттық болмысымыз бен байырғы танымымызға бет бұрып, бабалар ізімен рухани түлеуді мақсат етейік. Өткенді түгендеп, болашақты түзеу әрбір перзенттің борышы. Орта ғасырлардағы бабаларымыздың дүние танымына, аруақ пен тәңір алдындағы таза ниетіне негізделіп құрастырылған мына бағыштау Құранын назарларыңызға ұсынамын. Мархабаты мен шапағаты мол, мәңгілік дүниенің бастауы болған, аруақтар әлемі мен тіршілік әлемін үйлестірген, заманның заңын, ғаламның мәнін бекіткен, аса құдіретті жаратушы ие. Өзіңе бас иіп, ата-бабалар рухына тағзым етуді, оларға рухани сәуле бағыштауды ниет еттім. О, жаратқан ием! Уақыт пен кеңістіктің шексіздігін жаратқан, дөңгеленген дүниенің діңгегін бекіткен өзіңсің, тұңғиық ғаламды ғажайып үйлесіммен толтырып, табиғаттың тылсым күшімен тіршілік әлемін гүлдендірген ұлы құдіретсің. Сенің разылығыңмен және таза ниетіңмен, осы бағыштау Құранның шуағы мен қуаты. Әлімсақтан бері Тәңіріне сиынып, жер мен көктің киесін ардақтаған ұлы бабаларымыздың және ел намысы үшін қан майданда от кешіп, ерлікпен рухы аспандаған батыр бабаларымыздың аруағына. Нәубет жылдары ашаршылықтың азабынан қасірет шегіп, қиындықпен көз жұмған жазықсыз қандастарымыздың аруағына. Тектілік тамырын сақтап, өмірден парасатпен озып, мәңгілікке бет алған барша ата-бабаларымыздың аруағына. Тағдырдың жазуымен артында жоқтаушысы қалмай, ошағының оты жанбай, шежіресі үзіліп қалған қандастарымыздың аруағына. Майдан даласында қыршынынан қиылып, туған жердің топырағы бұйырмай, жаназасы шығарылмай, белгісіз жат жұртта қалған боздақ бабаларымыздың аруағына тие берсін. О, жаратқан ием! Осы бағыштау Құраныма енген әрбір асыл жанның аруағын асқақтатып, оларды тылсым дүниенің заңдылығымен, жарық дүниенің нұрымен арайландырып, өмірден өмірге жалғаса беретін мәңгілік сапарында оларға сүйеу бол. Уа, ұлы жаратушы ие! Күллі әлемнің бастауы! Осы жалпы тағзыммен бірге марқұм пәленшенің аруағына мына Құран сөздерін арнайы түсіріп бағыштадым. Марқұмның жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, асқақ аруағын өз шапағатыңа бөліп, рухын еркін ете гөр. Өзіңнен бастау алған рухты өз мейіріміңе алып, тыныштық сыйла. Суы сарқылмас, оты өшпес мәңгілік мекеніңді нәсіп ет. Күннің алтын нұры мен айдың күміс сәулесі оның рухына нұр беріп, жұлдыздар жол көрсетіп, мәңгілік сапарында серік болсын. Марқұмның аруағы асқақ, рухы азат болып, артында қалған ұрпақтарына кие болып қонсын, жақсылыққа бастап, тектілік рухын оятсын. Уа, құдіретті ие! Сен менің әрбір тынысымда, әрбір ойымдасың. Жүрегіме қолымды қойып, таза ниетіммен, зор ілтипатыммен бағыштаған осы еске алу сөзімді, рухтарға арналған құрметімді қабыл ал. Аруақтар разы болсын. Ниет қабыл болсын.